осындай бір есеп шығарып жіберейік. Енді барлығы беріліп тұр, қарап аласыздар деп ойлаймын. Шаршы болғандықтан мына жер L болады, мына жер L, мына жер L, бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді әсер ететін күштерді табу керек. Бұл зарядтарды белгілеп қойсақ болады. Мысалға мына бірінші заряд, мынау екінші заряд, мынау үшінші заряд, мынау төртінші заряд деп. Мына жерде мына жақтағы әсер ететін күш табу керек. Бұны да бір заряд деп белгілеп қойсақ болады. Бізге табу керек күшті осы жерде. Енді қарайық. Бірінші заряд тарапынан плюс пен нөл деп қойсақ, түсінікті болу үшін 1 мен 0 бір-бірін тебеді ғой. Сондықтан оны вектор былай қарай бағытталады. F1 деп көрсетіп қойсақ, мысалға. Енді 2 мен 0 тағы да бір-бірін тебеді. Сондықтан 2 мына жаққа қарай бағытталады деп көрсетіп қояйық. Енді ары қарай не қалды бізде? 3 пен 0 деп қояйық. Мысалға 3 пен 0 бір-біріне плюс пен минус тартылады. Сондықтан плюс минусқа тартылады. Оның векторын былай көрсетіп қойсақ, мысалға F3 деп. Және 0 мен 4-ті қарастыратын болсақ, плюс пен минус орда бір-біріне тартылады. Сондықтан F4 деп көрсетіп қойсақ болады. Сонда қорытқы вектор бізде төмен қарай бағытталады да. Бұны былай көрсетсек болады. Мысалға мына жерде бізде нулевой заряд тұр ғой. Осыдан демек былай қарай тебіледі. Мысалға бірінші, екінші заряд, сосын бұдан тағы да тартылады да, яқтағы минус зарядқа. Бұл F3 болады. Тура сол сияқты мына жерден былай қарай F1 тебіледі, және ол плюсіміз тағы мына минусқа тартылады да, F4 болып. Сонда қорытқы векторымыз бізде былай шығады екен. Осыны F деп белгілеп қойсақ, бізге табу керек нені? Мына жақтағы альфаны. Екі альфа мән бір-біріне тең болады. Қалай табу керек, оның барлығын қазір көрсетіп өтемін. Енді біз ең бастысы өзімізге керек нәрсені анықтап алдық. Енді келесі нәрсе бұл бізде арақашықтықты анықтау, және де альфаны анықтау. Ең бірінші арақашықтықты анықтап жіберейік. Мысалы мына жер L болатын болса, онда бізде мына арақашықтығымыз мысалға x болатын болса, да, ол x-іміз неге тең болады? X-іміз тең болады x квадрат тең пифагормен таба саламыз. L квадрат плюс L квадрат тең болады x квадрат тең болады 2L квадратқа. Осы жерден x-іміз тең болады түбірасты 2L-ға. Енді бірақ бізге қандай арақашықтық керек деген сұрақ. Енді қараңыздар, бүкіл күштер әсер етіп жатыр ғой бір-біріне. Осы әсер етуші күштердің арақашықтығының барлығы бұл мынандай арақашықтықтар да, міне көріп тұрмыз ба? Осы қызылмен боялған бұл x арақашықтық, бәрінде x бірдей. Ал x дегеніміз не? Енді бұл x дегеніміз, мен x пен белгілемей қоямыз ал бұны, өйткені неге дейтін болсақ, x деген нәрсені мен диагональдық белгілеппін. b деп белгілеп қояйық, мына арақашықтық бәрінде b болсын, да? Енді b дегеніміз неге тең дейтін болсақ, b дегеніміз бұл x-тің жартысы ғой, x бөлінген 2. Өйткені біз айттық жаңа, диагональ дегеніміз ол бізде ортасынан өтеді, міне былайынан. Ал мынау x болатын болса, полный, ал b дегеніміз мына отрезок қана да. Сонда b дегеніміз x бөлінген 2-ге тең. X дегеніміз ол түбірасты 2L бөлінген 2. Сонда b-ның мәні бізде мынаған тең бола салады. Арақашықтық таптық. Енді альфаны қалай табамыз дейтін болсақ, альфаны табу үшін ол оңай нәрсе бізде. Яғни екі диагональды былай қарай өткізетін болсақ, мына жердегі бұрыштардың барлығы бізде ол тік бұрыш болады, 90 градус болады мынаның барлығы. Мына жер 90 градус болады. Ал 90 градус қақ ортасынан бөлетін бисектриса қорытқы күшіміз, оны мына жақта 45 градустан бөледі деп жазады екенбіз. Сонда бүкіл нәрсе бізде дайын. Енді келесі кезекте бізде жалпы кулон күші дегеніміз не? F тең K Q1 Q2 бөлінген R квадрат қой да. Енді бұл жақтағы зарядтардың мәндері де тең, және арақашықтықтар да тең да b. Сондықтан біз бүкіл F1, F2, F3 деген күштердің барлығына ортақ жай ғана F0 деген айнымалыны енгізсек болады. Енді F дегеніміз не? Бүкіл F өсі бойымен жазатын болсақ, оған проекция түсіреміз былайынан. Проекция бізде косинуспен түседі. Сонда F дегеніміз бұл бізде тең болады F1 косинус 45 плюс F2 косинус 45 плюс F3 косинус 45 плюс F4 косинус 45 болады. Барлығы бізде косинуспен проекция жасап түседі F-тің бойына. Өйткені суперпозиция принципі бойынша біз бір вектордың бойымен бұны құрауымыз керек. 45 градус деп қояйық. Енді F1, F2, F3, F4 бәрін F0 деп белгілей алатын болсақ, бұл бізде 4F0 косинус 45 бола салады. Енді F0-дің өзі не дейтін болсақ, бұл бізде зарядтары бірдей болғандықтан K Q-дің квадраты. Ал мынау бізде B-ның квадраты ғой. Ал енді B дегеніміз не дейтін болсақ, B дегеніміз бұл бізде түбірасты 2 бөлінген L2-ның квадраты. Сонда осыдан бізде не шығады? Үстінде 4, мына жерде бізде K Q квадрат, астында 2L квадрат бола салады. Да? Немесе бұны біз просто 2KQ квадрат бөлінген L квадрат деп жазсақ болады екен. Енді әрмен қарай
төрт дейміз. F нөліміз 2k квадрат бөлінген L квадрат болды. Ал косинус 45 дегеніміз түбір асты 2 бөлінген 2. Сонда мына 2 мен мына 2 қысқарады да қорытқы формуламыз бізде 4 түбір асты 2 көбейтілген q квадрат бөлінген L квадрат бола салады екен. Енді дәл осының орнына мәндерін қойып, комментарияға жауапты қалдырып кетіңіздер.